ұлттың рухани байлығы. 23 сәуір ұлттық кітап күнімен құттықтай отырып, мен Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейінің қызметкері Фариза Әлімқызы өзімнің соңғы оқыған кітаптарының ішінен былтыр жыл аяғында поэзия падишасы атанған Фариза апамыздың 85 жылдығына орай музейге заттарын жинақтаған болатынбыз. Осы кезде Алматы қаласында іс-сапарға барған кезде ақынның сіңілісі өзінің Фариза апамыздың кітабын сыйға берген болатын. Бұл кітап Фариза Оңғарсынованың өміріне арналған естелік кітап. Бұл кітаптың ішінде ақынның замандастары, оның ішінде Әбіш Кекілбаев, Тәжібаев бастаған сырлас достары, замандастары, сіңілілері барлығы өздеріне есте қалған естеліктерін, жаңағы Фариза апамыздың қарапайым тіршілікте қандай кісі болғандығы туралы осы естелік етіп, мына кітапта топтастырып берген. Қазақ қыздарының ішінен жарып шыққан ер мінезді ақын апамыздың өмірін тереңірек танығыларыңыз келсе, осы кітапты оқуға кеңес берем. Кітап жан азығы, сондықтан да кебін тіршіліктен шаршаған кезде күніне 6-7 минут уақытыңызды арнап, тым болмаса 1-2 бет кітап оқуды әдетке айналдырыңыз.